Быйылғы сайыстың бір ерекшелігі қатысушыларға берілген уақыт тым қысқа болды. Арулар небәрі 10 күннің ішінде би өнері, дефиле, көпшіліктің алдында өзін еркін ұстауды меңгеруі тиіс болды. Ақтық сында оңтүстіктің ару қыздары 4 түрлі тапсырма бойынша бақ сынады. Олар өзін таныстыру, қазақы ұлттық нақыштағы әшекейлерін көрсету, сауық кешке арналған әсем көйлекпен дефиле және той көйлегімен театрландырылған қойылым көрсету. Аруларды қолдауға Медеу Арынбаев бастаған Қазақстанға танымал өнер жұлдыздары келіп, әсем әнін арнады. Биылғы сайысты белгілі тележүргізушілер Тәуекел Мүсілім мен Ирина Тен тізгіндеді. Ерекше өткен шараға ТВК телеарнасы ақпараттық қолдау көрсетті. Әрине, мынау қазіргі болып жатқан іс-шара кейінгі келе жатқан жас ұрпаққа, мынау жастарға бір стимул береді деп ойлаймын. Жақсы өнеге болады деп ойлаймын. Соны бір көруге келдік. Жақсы кеш, жақсы осындай организациялар көбейе берсін. Сайыс қорытындысы бойынша бірінші вице-мисс Әнел Қарабаева атанды, екінші вице-мисс Әлмира Мұртазина. Ал бірінші орын Қазылар алқасының шешімімен 16 жастағы Айғаным Ниязбек Шымкент аруы атанды. Құрмет лентасымен тәжден бөлек ол 150 мың теңге көлеміндегі қаржылай сыйлыққа да ие болды. Наша обладательница нашей красавицы Айғаным Мисс Шымкент 2017. Поздравляем от всей души! Меня сейчас столько эмоций переполняет. Үлкен әсерде тұрмын. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мен үшін бұл өзім күтпеген жаңалық. Жеңіске жетемін деп ойлаған жоқпын. Ең болмаса көрермен көзайымы атанамын деп ойладым. Жасым небәрі 16-да болса да, осындай жетістікке жеткеніме қуаныштымын. Айғаным Ниязбек 2018 жылы наурыз айында Астана қаласында өтетін Қазақстан аруы сайысына жолдама алды. Нурзина Туреханова, Антон Семенов, Надежда Вербицкая, Талғат Пірімқұлов, ТВК телеарнасы.